өз кәсібімді осыдан 3 жыл алдым, 3,5 жыл алдым. Нақтырақ айтатын болсақ, алдын мемлекеттік қызметте жұмыс істедік, одан кейін жеке салада істедік. Бірақ жастайымнан өзімнің сүйікті ісім болған екен, спорт саласынан бір кәсіп ашқым келді. Сөйтіп спорт залды жалға алып, сонымен осы бокс саласын сөйтіп бастадық. Ең алғашқы нені, жұмысымызды осы кәсіп бойынша. Содан кейін қазіргі таңда Аллаға шүкір 3 кәсіп бар. Себебі мен жастайымда қазір бастамасам, уақыт өткен сайын маған қиын болатынын түсіне бастадым. Қазіргі таңда Қазақстандағы бизнес тренинг саласы, жалпы бизнес сабақтар, бизнеске үйрету саласы әлі төмен деңгейде. Себебі бір нақты енді шығып келе жатыр. Біріншілердің бірі, мен өзім кеңес берер едім, бизнес бастау Ахметбек Нұрсел ағамыздың. Өйткені ол жерде өзім де ол кісімен таныспын, ол жерде біраз білімдерін қалай үйрететінін барлығын білемін. Сол кісіні ұсыныс берер едім. Ал егер мына қазақ тіліне келетін болсақ, онда ондай не көп емес, өкінішке орай қазіргі таңда. Тиімділігі дегенде былай, өзім былай гранттарға неге қатыстым деп айта алмаймын, себебі қатысқан жоқпын. Бірақ мен даму атамекеннің әртүрлі қызметтермен қолдандым. Бухгалтерлік болсын, жаңағы сервис қызметтер бар ғой, соларынан бизнес жоспары жасатудан. Жалпы өте жақсы. Енді басталған кәсіпкерлер үшін өте жақсы жеңілдік деп санаймын. Себебі кеңес болса кеңес ала аласың, көмек болса көмек ала аласың, және мамандары да қазір өте жақсы болып келе жатыр. Көмек жағынан болсын, атамекен болсын, даму болсын. Жалпы енді бастап жатқан кәсіпкерге кеңес беремін, солардан барып бір көмектерімен жүгінгенге. Қазақстанда жастар арасында бизнес ашамын, өз кәсібімді ашамын деген өте көп. Мен оны өзім ойымнан шығарып отырған жоқпын, себебі мына жеке бизнес деген кәсіпкерлік мектепті ашқалы бері көріп отырмын. Жастар өте көп. Тіпті біздің соңғы курсқа 17 жастағы бала келіп қатысып жатыр қазір. Мектепте оқып жүрген бала. Қазір өз кәсібін ашамын, өзінің қалай ашсам болады, қызығып, кәдімгідей өзінің болашақта бір үлкен бір жетістікке жеткісі келеді. Қазақтар арасында өте көп. Ең біріншіден өзін зерттеу мәселесі. Бір мәселені алдыма, соңына шейін сол саланың маманы болу. Яғни өзін дамытып отыру үнемі. Екіншіден бағана айтып кеткен шыдамдылық. Себебі бірденнен кәсіп аша салып, саған ақша аспаннан салбырап түсе салмайды. Еңбек ету керек, одан кейін шыдамдылық керек оған деген. Енді сіз бастап отқандарға кәсіп деген мынандай ғой, бизнес ашам деп басыңызға бір рет енді ма, сол ой кетпейді. Сіз ертең басқа жұмысқа кіресіз, неге кіресіз, бірақ үнемі сол бизнес сізде миыңызда жүре береді. Сондықтан бастаған адамға алды қарай жүре беру керек, қорықпау керек. Ең басты көбісі қорқады. Ертең ақша салам, күйіп қалам, бастаймын, одан кейін өшіп қалады, немесе тағы да жол көрсететін адам жоқ, мысалы да. Бастапқы қаражат керек дейді, мысалы. Соның барлығынан қорқады. Кәсіппен айналысу үшін кәсіптің ішінде жүру керек. Тек қана сол кезде ғана мүмкіндіктер көресің. Ал былай сыртта жүріп мүмкіндіктер көре алмайсың кәсіпте.